Кайырлы күн құрметті бизнес әріптестер, кайырлы күн құрметті менің YouTube'дағы оқырмандарым. Мен сіздермен әдеттегідей жүздесіп отырғаныма өте қатты қуаныштымын. Сіздерде барлығы жақсы деген ойдамын. Егер сіздерде барлығы жақсы болатын болса, мен әдеттегідей видео түсірілімді жалғастырамын. Менің бүгінгі тақырыбым түп санамен жұмыс жасау техникасы. Сол турасында түп сана дегеніміз не, онымен біз қалай жұмыстануымыз керек, қалай түп санамен дұрыс жұмыстанып біз жетістікке жете аламыз деген тақырыптарда әңгіме өрбітетін боламыз. Егер менің видеом ұнап, көңілдеріңізден шығып жатса, әдеттегідей тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Ең бірінші, ол түп сана деп отқанымыз біздің ойлау қабілетіміздің, яғни мынау миымыздың ең биік нүктесі екен. Оған салынған ой міндетті түрде орындалады. Ол негативный ой болсын, ол позитивный ой болсын. Осы түп санамен жұмыс жасаудың 5 техникасын мен сіздерге қысқаша түсіндіріп кететін боламын. Кеттік достар, менімен бірге болыңыздар. Ең бірінші техникасы 95% адамда кездесетін, ол әрине қандай істі бастамастан бұрын біз күмән екен да, ол қандай істі бастамастан бұрын біз ойымызша ол болмайтын шығар, ол келмейтін шығар, ол менің қолымнан келмейтін шығар, ол мына сала менікі емес шығар, осы менің жасап жатқан жұмысым қателескен шығармын деген сияқты күмәнді ойлар арқылы біз не істейді екенбіз, түп санаға күмәнді ой салу арқылы біз блок қояды екенбіз. Ең бірінші осы менің қолымнан келмейді, мен жасай алмаймын деген нәрселерден біз арыла білуіміз керек екен. Ол үшін қалай арыламыз? Бүйтіп басыңызды ұстайсыз да, негативный ойыңызды терезенің қасына барасыз да, бүйтіп басыңызды ұстап тұрып, кәдімгі бүйтіп басыңыздан ойланып тұрып, негативный ойды біз терезеден бүйтіп апарып шығарып жібереді екенбіз. Сөйтіп біз ең бірінші күмәнді ойлардан арыла білуіміз қажет екен. Екінші бізде өте үлкен керемет техника, ол сенім. Қандай істі бастамастан бұрын сіздің өзіңіздің рухани әлеміңізде өзіңізге деген сенім болу керек екен. Мен бұны жасай алам. Жаңа күмәнді ойдан арылдық қой енді. Сонан кейін біз күмәнді мидан алып тастағаннан кейін соның орнына біз екінші не істеуіміз керек екен? Сенімді орнатуымыз керек екен. Сенімді орнату деп отқанымыз менің қолымнан келеді, мен жасай алам. Мен соған өзімнің өмірімнен мысал келтіргім келеді. Мен 14 жыл бойы төсекте жатқан кезде мен жүре алатыныма, менде бұрын қандай болмасын, қиыншылық болмасын менің басымда, мен оны жеңе алатыныма сендім. Мен бұны қайтсем де жеңем. Бұл маған уақытша берілген сынақ деген сияқты. Сізде сондай өзіңізге деген сенім арқылы, сенімді ояту арқылы біз жасаған жұмысымызда жетістікке жете алады екенбіз. Бізде үшінші техникасы ол елестету, яғни визуализация дейді. Сіз бір саланы алайық та, мысалы сауда саласын алатын болсақ, сіз былай қылып жасауыңыз керек. Мен мысалға келтірем. Сіз бутик аштыңыз, сіз көп заттар әкеп қойдыңыз. Сол заттарды әкеп қойғаннан кейін соны сіз отырып алып сатылып жатқанын, көптеген клиенттердің келіп жатқанын барлығын біз не істеуіміз керек екен? Ең бірінші визуально елестете білуіміз керек екен. Сіздің жүрегіңіздегі қалауыңызды сіз
арманыңызда соны жүзеге асырып, сонымен өмір сүре білуіңіз керек екен. Мен қайтсем де тұрам, төсекте мен жүрем, менде барлығы жақсы болады деп, осы визуализация арқылы мен әуелі Алла, екінші осы визуализация арқылы мен өмірімді қалыпқа келтіріп алдым. Өте керемет визуализация деген, жасап үйренсеңіздер. Оны бұрын соңды жасап үйренбеген адамдарға мен алдағы уақытта өзім қалай жасаймын, соны алдағы уақытта сабақтарда бөлісетін боламын. Менімен бірге болып, әр видеомды ол үшін жіберіп алмаңыздар. Сол кезде барлығын түсінетін боласыздар. Сөйтіп біз визуализация жасай білуіміз керек екен, қажетімізше. Сонан кейін бізде төртінші техникасы ол бізде дұға екен. Білесіздер, дұға деген ең үлкен қару. Мен мысалы өзіме қажетімді түнгі сағат 2 мен 4 аралығында тұрып сұраймын: я Раббым, маған осындай, маған денсаулық бере көр, маған үлкен жақсы орта бере көр, маған жақсы жар бере көр деген сияқты мен өзімнің жүрек қалауымдағы не істеймін, арманымды айтам. Сөйтіп дұға жасаймын. Шын ықыласпен дұға жасағаннан кейін ол міндетті түрде орындалады. Дұғаны жасаудан бұрын біз ол дұғаның орындалатынына сенген күйі біз жасай білуіміз керек екен. Мен өзім солай жасадым. Мен аяғымнан тұрып кететініме сендім, және оның болатынына сендім. Мен сөйтіп Алла тағаладан мүмкіндік сұрадым. Мінекей, маған мүмкіндік берді. Менде қазір Аллаға шүкір барлығы жақсы. Көп адамдардың жіберетін қателігі осы төртінші техникада дұғаны жасайды, бірақ дұғаның орындалатынына сенген күйінде шын ықыласпен жасай білу керек екен. Одан кейін бесінші техникасы, осы төрт основной техниканы сіз біртіндеп келіп орындасаңыз, ол бесінші біз не істейміз? Әрекетке көшеміз. Сосын барып біз жасайды екенбіз. Осы төртеуін турлап алғаннан кейін, сосын барып біз әрекетке көшуіміз қажет екен. Осы төртеуі турланған кезде сіздің әрекетіңізге берекелі болады, барлығы рет-ретімен ойыңыздағыдай, қалауыңыздағыдай нәтижеге қол жеткізе алады екенсіздер. Құрметті менің оқырманым, бүгінгі берген менің сіздерге түп санамен жұмыс жасау техникам, яғни өзім мен түп санаммен қалай жұмыстанамын, соның техникасымен мен бөлістім. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер ұнаса, тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Келесі видеода мен 24 сағат уақытты қалай тиімді пайдалану керекпіз деген тақырыпта мен видео түсірілім жасайтын боламын. Соны жіберіп алмаңыздар. Келесі видеоларымда жүздескенше сау, саламатта болыңыз.